Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Яғни жүктілік кезіндегі ісіну несімен қауіпті, сол туралы айтып өтемін. Негізі жүктілікте болатын ісінудің өзінің екі түрі болады, яғни физиологиялық және патологиялық. Осы жерде патологиялықты айтып өтейін. Ол кезде әйел қалай біледі? Яғни денесінің, аяғының ісіну болуы мүмкін, аяқ қолының, яғни үйіп қалғаны, немесе күйдіретіні осындай сезім болуы мүмкін. Әйел адамда одышка пайда болуы мүмкін, кей кезде покалывание дейді, кішкене ауырсыну да байқалуы мүмкін. Неге бұл қауіпті? Көбінесе яғни патологиялық ісіну бұл көбінесе әйел адамда егер варикоз, яғни веналардың варикозды кеңеюі кезінде болуы мүмкін. Сонымен қатар әйел адамда преэклампсия болса болуы мүмкін. Преэклампсия дегеніміз, яғни әйел адамның қан қысымының күрт жоғарылауы. Сонымен қатар әртүрлі бүйрек аурулары кезінде де әйел адамда ісіну болуы мүмкін. Яғни неге бұл өте қауіпті. Егер ісіну бар болатын болса, сізге яғни дискомфорт алып келетін болса, міндетті түрде өзіңіздің ауруханаңыздағы дәрігерге хабарласыңыз. Акушер, гинеколог, физиологиялық, жалпы тәжірибелік дәрігер, осы дәрігерлерге хабарласып, өзіңіздің шағымыңызды айтыңыз. Сонымен қатар сізге жалпы қан анализін, биохимия, жалпы зәр анализін тексеріп, анализдің құрамындағы белокты тексеру керек, креатинин, мочевинаны міндетті түрде тексеріп, сонымен қатар егер сізде варикоз болса, варикозыңызды яғни флеболог дәрігерге тексеріп, УЗИ түсірген жөн. Бұл өте маңызды, себебі бұл сіз бен баланың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сау саламат болыңыздар, сіздермен болған Бегім Талапқызы.